Қайырлы күн әріптестер, бүгін сіздерге сабақта қолданылатын кері байланыс парағын қалай жылдам әрі оңай жасау керек жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен Google-дың іздеу жолағына Answer Garden деп жазамыз. Мінекей бірінші сайтқа кіреміз. Бізде сайттың ең алғашқы беті осылай шығады. Бұл сайт негізі ағылшын тілінде, сіздерге қазақ немесе орыс тілі керек болса, мышканың оң жағын басу арқылы перевести на казахский, русский деп тілін ауыстырып алсаңыздар болады. Енді жоғары жағында плюс батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде осындай бетше ашылады. Бұл жерде оқушыларға арналған сауалнама немесе сұрақ жауап немесе кері байланыс парағын құрып алуға болады. Енді бұл жерге тақырып деген жерге сұрағымызды жазамыз. Бүгінгі сабақта не үйрендің? Келесі Answer Garden режиміне миға шабуыл деп қойдық. Келесі жауап ұзындығына оқушылар 20 немесе 40 әріпке дейін жаза алады. Мен 40-ты таңдадым. Құпия сөзді енгіземіз. Құпия сөзді енгіземіз. Астына электронды почтаңызды енгізесіз. Одан кейін ең астында жергілікті табу мүмкіндігін қосыңыз деген жерге өзіңіз таңдасаңыз болады. 1 сағат, 1 күн немесе 1 апта деген сияқты 1 сағатты таңдадым. Астында grade деген батырманы басамыз. Бізде автоматты түрде осындай кері байланыс парағы шықты. Енді бұл жерде бүгінгі сабақта не үйренді оқушылар осы жерге өздерінің жауаптарын жазып беретін болады. Мысалға слайд жасауды үйрендім деп жазып, мына жерде кнопка бар, соны басады. Басқаннан кейін автомат түрде бізде экранда оқушының жауап берген жауабы осылай шығып тұрады. Келесі сабақ қызықты болды. Слайд жасауды үйрендім. Егерде бір ответті екі оқушы жауап беретін болса, онда бізде экранда осылай шығады. Екі оқушы деп жауап берді. Мінекей осы жазудың көлемі үлкейе береді. Егер 3 оқушы, 4 оқушы жауап беретін болса. Енді осы кері байланыс парағын оқушыларға жіберу үшін астында бөлісу деген кнопка бар. Соны бассаңыз, осы әлеуметтік желілер арқылы немесе астында сілтеме бар. Осы сілтемені оқушыларға жіберсеңіз болады. Жібергеннен кейін оқушыларда дәл осындай бетше ашылады. Ары қарай өзінің жаңағы жауаптарын оқушылар өздері жазса болады. Өте керемет сайттардың бірі. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Бұл сайтқа тек қана интернет болса болғаны, тіркелудің қажеті жоқ. Сабақтың ортасында немесе сабақтың соңында қолдансаңыздар болады. Өте оңай, міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы ұсынған видеоны лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.